Математика пәні сабақтың тақырыбы 3-3 комбинациялар нұсқасы 59-шы сабақ. Бүгін сабақта қоршаған орта заттарынан 3-3 комбинациясының нұсқаларын құрастыруды үйренесің. Себетте қызыл және көк алмалар бар. Егер 2 алма алынса, олар қандай түсті алма болуы мүмкін? Егер 3 алма алынса ше? Комбинациялар нұсқасын құрастырайық. 3-3 комбинация құрастырайық. Бірінші себетте жасыл, қызыл алма. Екінші себетте қызыл, қызыл алма. Үшінші себетте қызыл, жасыл алма. Төртінші себетте жасыл, жасыл алма. Бесінші себетте 3 қызыл алма болуы мүмкін. Және 6-шы себетте 3 жасыл алма болуы мүмкін. Қазақстанда гүлдің түрі көп. Гүл өсірушіде 10 қызғалдақ бар. Олардың 3-еуі сары, 2-еуі қызғылт сары және 5-еуі қызыл қызғалдақ екен. Гүл өсіруші 3 қызғалдақтан тұратын комбинация құрастырды. Сен де солай дәптеріңе гүлдердің суретін 3-3 салып, комбинация құрастыра алатыныңды көрсет. Номер 3-ші есепті шығар. Саябаққа 15 қайың және 24 жөке ағашы отырғызылды. Оның 13-ші суғарылды. Суғарылмаған неше ағаш қалды? Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жаз. 5-ші есеп баған түрінде жазып есепте.